Сталин өмірден өткен соң Совет одағын басқаруға Хрущев келді. Қазақтар Хрущевті құрыш патша деп атады. Себебі ол шынында да құрыш секілді өте қатты еді. Оның қатыгездігі, тәуекелшілдігі Совет одағының дүние жүзі алдындағы абыройын асырды. Ол қырғи қабақ соғыста Американы тізе бүктіріп, президенттері Джон Кеннедидің масқарасын шығарды. Совет одағынан жеңілгенге намыстанған Американың элитасы ақыры Кеннедиді өздері өлтіріп тастады. Бұл туралы көптеген саясаттанушылар мен тарихшылар растайды. Біз бүгінгі видеода құрыш патшаның Совет одағын державаға айналдырған ең үлкен 5 ерлігіне тоқталамыз. Соғыстан кейінгі жылдары Совет одағында халық саны өсе бастады. Оларды тұрғын үймен қамтамасыз ету өте маңызды болды. Сталин бұл мәселені шешу үшін коммуналка үйлер салды. Яғни жатақхана типтес үйлерде 3-4 пәтерге ортақ бір асхана, ортақ жуынатын бөлмелер берілді. Бұл халыққа өте ыңғайсыз еді. Кейін Сталин дүниеден өткен соң орнына құрыш патша келіп, бірден тұрғын үй мәселесін шешуді қолға алды. Ол құрылысшылармен ақылдаса отырып, ақыры Хрущевка үйлер салуды жоспарлады. Нәтижесінде бүкіл Совет одағында құрылыс жұмыстары қызу қарқын алды. Хрущевка үйлер тез салынды. Көп ұзамай жас отбасылар осындай үйлерге кіре бастады. Сол кездегі халықтың қуанышында шек болмады. Себебі бұндай үйлер біріншіден тегін берілді. Екіншіден бұл үйлердегі әр пәтерде өзінің жеке асханасы, жуынатын бөлмелері болды. Осылайша құрыш патша бүкіл Совет халқын жұмыспен де, үймен де қамтыды. Қазіргі адамдар Хрущевка үйлерді менсінбейді. Себебі қазір Қазақстанда мықты үйлер көптеп салынып жатыр. Бірақ үкіметтің салған үйлері Хрущевка үйлерден де нашар шығуда. Себебі олар үйді ең арзан құрылыс материалдармен салады. Үйге бөлінген ақшаны әкімдер, министрлер, компанияның басшылары жеп қоя береді. Қазір Қазақстанда үй-күйсіз қаңғып жүрген жас отбасылар өте көп. Олар қаланың ортасынан пәтер жалдауға ақшасы болмағандықтан, қаланың шетіндегі барак үйлердің бір бөлмесін жалға алып, қайыршы секілді күн көруге мәжбүр. Әсіресе Алматының шет жағындағы Алтын Орда базары маңындағы жалға берілетін барактардың жағдайы өте нашар. Мұнда дәретхана сыртта, душ сыртта. Яғни қазіргі билік тұрғын үй мәселесін шешіп бере алмағасын, қазақтар осылай көшіп қонып жүруге мәжбүр. Ал Совет одағы кезінде құрыш патша үй мәселесін оңай шешкен еді. Сондықтан да қазір құрыш патшаға жететін ешқандай шенеунік туылмады. Құрыш патша билікке келгенде Совет халқы соғыс зардабынан енді ес жиып жатқан кез еді. Халықтың қарны аш болды. Балалар аш құрсақ жүретін. Себебі дүкендерде азық-түлік өте аз. Сол кезде құрыш патша халықты тойдыру үшін үлкен реформаларды қолға алды. Ол бірінші кезекте колхозшыларға жағдай жасады. Оларды қажетті құрал жабдықтармен, жататын орынмен қамтып, оларға жақсы жалақы төледі. Сол кезде Америкаға барып келген құрыш патша бүкіл Совет одағында жүгері егу жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Себебі жүгері адамға да, малға да азық бола алатын қасиетке ие. Құрыш патша жүгері наннан кейін екінші орында тұратын азыққа айналу керек деген ұранды көтерді. Сөйтіп Совет одағындағы барлық республикалар жаппай жүгері егуді бастап кетті. Алғашқы жылдары жүгерінің арқасында адамдар да, малдар да тоқ жүріп, еңселері көтерілді. Бірақ кейіннен жүгері аз өнім бере бастады. Себебі жүгері егілген жердегі топырақтың құнары кетіп, егін алқабында шаңды жел тұрды. Жылдан жылға жердің тоз-тозы шығып, бүкіл Совет одағының берекесі кете бастады. Соның кесірінен 1960 жылдардың басында Совет одағында жейтін нан қалмай, Мәскеу билігі амалсыздан Канада елінен миллиондаған тонна астық сатып ала бастады. Өзге елден астық алып, елін асырау деген Мәскеу үшін өліммен тең масқара жағдай болды. Соның салдарынан Мәскеудегі элиталар құрыш патшаны астыртын түрде биліктен тықсырып, оны орнынан алып тастады. Осылайша құрыш патша Совет одағындағы биліктен тірі кеткен жалғыз патша болды. Қалған патшалар Ленин, Сталин, Андропов, Черненколар тақты өліп босатты. Ал Горбачев Совет одағын ыдыратып кетті. Екінші дүниежүзілік соғыстан соң Совет одағы мен Америка бір-бірімен қатты бәсекелесті. Олардың бәсекелесін тарихта қырғи қабақ соғыс деп атады.
Екі держава бір-бірімен барлық салада жарысты. Қарапайым ауыл шаруашылығын бастап әскери салаға дейін. Тіпті олар ғарышты бірінші болып игеруге таласты. Екі держава ғарышқа бірінен соң бірі ракеталар ұшырып жатты. Ақыры 61 жылы Юрий Гагарин ғарышқа аман-есен ұшып барып келді. Осылайша ғарышты алғаш болып Совет одағы бағындырды. Бұл деген мүмкін емес нәрсе еді. Сол уақытқа дейін ешқандай мемлекет ғарышқа ұшу дегенді түсінде де көрмеген еді. Сол кезде Американың іші күйіп, не істерлерін білмей састы. Олар Совет одағынан ғарышты игеру саласы бойынша жеңілгендерін мойындады. Ғарышқа сәтті ұшып келгеннің арқасында Юрий Гагарин бір сәтте әлемге танылып, жұлдызға айналды. Сол жылы 14 сәуірде ғарышкердің құрметіне керемет мереке ұйымдастырылды. Бүкіл Совет одағының барлық қаласында жұрт алаңға шығып, салтанатты кештер ұйымдастырды. Ал теледидарда дикторлар Гагариннің ерлігі туралы үздіксіз әңгімелеп жатты. Тіпті қазақтың әйгілі ақыны Олжас Сүлейменов адамға табын, жері енді деп жырлады. Ақын осы поэмасы арқылы жер ананы адамға бағынуға шақырды. Гагарин жұлдыз болып бүкіл әлемді аралады. Ол қайда барса да халық үшін оның келуі нағыз мереке болатын. Гагаринмен амандасқан адамдар ұзақ уақыт қолын жумай, бүкіл ауылға мақтанып жүрді. Совет одағындағы бүкіл бала өскенде ғарышкер болғысы келетінін айтып, Гагариннен мотивация алды. Осы жетістік Құрыш патшаның кезінде болды. Ол Гагаринге одақтағы ең үлкен марапаттарды беріп, ғарышкерді қатты әспеттеді. Гагарин жерге оралған соң Құрыш патша онымен болған әңгімеде, «Қалай, Юрий, ғарышта Құдайды көрдің бе?» деп күліп сұрайды. Сонда Гагарин де патшаға әзілдеп, «Иә, көрдім» деп жауап береді. Сол кезде Құрыш патша түсін суытып, бұл туралы ешкімге айтпа деп бұйырады. Құрыш патшаның кезінде бүкіл әлем елдері Совет одағынан қатты қорықты. Тіпті Америкада Құрыш патшаны қатты сыйлап, одан қорықты. Оның себебі бар еді. Құрыш патша өте батыр адам болған. Ол бір нәрсені алдына мақсат етіп қойса, соған жетпей тынбайтын. Мейлі ол дұрыс емес нәрсе болса да, Құрыш патша өзім білем деп тұрып алатын. Құрыш патшаның ер жүректілігі сонша, ол Америкадан мүлдем аяқ тартпады. 60 жылдары Америка мен Совет одағы арасындағы қырғи қабақ соғыс шегіне жетті. 61 жылы Америка Түркия еліне ядролық қаруларын орнатады. Ал Түркия Совет одағымен шекаралас жатқан еді. Бұл Совет одағына қауіп тудырды. Осыған ашуланған Совет одағы Америкаға ерегісіп, Куба еліне өзінің ядролық қаруларын орнатады. Бұны байқаған Американың барлау қызметі Кубаны аңдиды. Сол кезде олар Совет одағы Кубаға 42 ракета, 40 мың әскер орналастырғанын анықтайды. Сосын Америка үкіметі Совет одағының сыртқы істер министрлігінен Кубаға орналастырылып жатқан қару жөнінде нақтылы жауап ала алмағаннан кейін 22 қазан күні Кубаны теңізден де, әуеден де қоршауға алып, оқшаулайды. 27 қазан күні Совет одағының зенитшілері Куба әуе кеңістігін барлап жүрген Американың ұшағын атып түсірді. Міне осы жағдайдан соң екі елдің арасында соғыс басталу керек болды. Америкада, Совет одағы да соғыс жағдайына келтіріліп, президенттерден бұйрықты күтіп дайын отырды. Құрыш патша соғысқа дайын екенін агрессивті іс-қимылдар арқылы меңзеді. Енді соңғы қадам Америкада болды. Әскерилер президент Джон Кеннедиден Кубаны дереу атқылауға рұқсат беруін талап етті. Бірақ Джон Кеннедидің Совет одағымен соғысуға дәті шыдамады. Ол бұл жағдайды бейбіт жолмен шешкісі келді. Нәтижесінде қос держава ортақ келісімге келді. Совет одағы Кубадан өзінің ядролық қаруларын алып шықты. Ал Америка Кубаға тиіспеуге уәде беріп, өздері бұрын басып алған Гуантанамо әскери теңіз базасын Кубаға кері қайтаратын болды. Бұл оқиғаны тарихта Кариб дағдарысы деп атады. Аталған келісім Америка үшін үлкен жеңіліске тең болды. Америкалықтар Джон Кеннедидің Құрыш патшаның алдында тізерлегеніне қатты наразы болды. Бәлкім осы жағдай Джон Кеннедидің өліміне себеп болуы мүмкін. Себебі осы оқиғадан соң бір жылдан соң Джон Кеннедиді бүкіл халықтың көзінше белгісіз снайпер атып өлтіреді. Бірақ егер Джон Кеннеди Совет одағына қарсы агрессиямен жауап бергенде, үшінші дүниежүзілік соғыс басталып, коммунистер мен капиталистер бір-біріне ядролық қарулар тастамақ болды.
Соның салдарынан Америка мен Совет одағы жер бетінен жойылып кететін еді. Тіпті жер планетасының тас талқаны шығып, бүкіл адамзат қырылып кететін еді. Құрыш патша өз естеліктерінде біздің Кубадағы ядролық қарудың күштілігі сондай, Нью-Йорк, Чикаго және басқа да ірі өндірістік қалалардың күлін ғана қалдырады. Ал Вашингтон туралы айтудың қажеті де жоқ. Ол шағын ауыл ғана деп жазған еді. Осылайша Құрыш патшаның абыройы әлем алдында қатты көтерілді. Совет одағы нөмірі 1 державаға айналды. Құрыш патша билікке келген соң жеке басқа табыну, жағымпаздық секілді жағымсыз қасиеттерді жойды. Ол Сталиннің қателіктерін еске алып, оның жауыздығын қатаң сынға алды. Бұны тарихта Құрыш патшаның жылымығы деп атайды. Осының арқасында тұтқындарды азаптайтын ГУЛАГ секілді саяси концлагерлер ішінара жабылып, жазықсыз жандар қамаудан босатылды. Соған сәйкес Қазақстанда Тұрар Рысқұлов, Санжар Асфендияров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Нығмет Нұрмақов сынды қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар ақталды. Құрыш патшаның амнистия туралы жарлығынан кейін 2,5 миллион тұтқын бостандыққа шықты. Бұл деген бүкіл Алматы мен Астана халқының санымен бірдей. Яғни Сталин қаншама адамды ит қорлыққа салғанын көруге болады. Бірақ бір өкініштісі, Құрыш патшаның рахымына алаш арыстары ілікпеді. Олар сол күйі ақталмай қалды. Дегенмен Құрыш патша билік еткен кезде тұрғындарды баяғыдай халық жауы деп ит жеккенге айдап әкету тоқтады. Нәтижесінде бүкіл Совет одағында жұрттың еңсесі көтеріліп, бақытты өмір сүре бастады. Билік халыққа құрметпен қарады. Сталиннің кезіндегі халықты мал есебінде көру, атып тастау, сабау дегендер тоқтады. Сол себепті бүкіл халық Құрыш патшаға алғыс айтады. Құрметті көрермендер, біздің каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздерші. Келесі видеода кім туралы жасайық? Ойларыңызды комментарийге қалдырсаңыздар екен.